Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен жеті нан пісіреміз. Ол үшін осындай 1,5 стакан айранымызды, жылы айранымызды құйып аламыз. 1 стакан толтырып, одан кейін жарты стакан толтырдым екіншісіне. Және шым-шым сода саламыз. 2 ас қасық сұйық май. Бір шай қасық дрожж саламыз. Және 2 ас қасық шекер саламыз. Осыны жақсылап араластырып аламыз да 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз, бетін жауып. Он 15 минут тұрды. Енді осындай 4 стакан ұн саламыз, бірақ барлығын сразу салмаймыз, жай-жайдан саламыз. Жай-жайдан салып, қасықтың көмегімен араластырып, солай қамыр жасаймыз. Міне мен араластырдым, осындай араласып болғаннан кейін тағы да саламын осылай. Сөйтіп бізде осындай үлкен бокалдан 4 бокал кетеді ұнымыз. Одан кейін ары қарай қолмен илеймін. Міне осындай қамырымыз шықты. Енді осы қамырымыздың бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағат болды. Міне менің қамырым осылай үлкен болып көтерілді. Қараңыздар, қандай жұмсақ лүпілдеп тұр. Енді осы қамырымызды 7 бөлікке бөліп домалатамыз. Мен қолыма май жағып алып домалаттым. Енді бір-бірден үстіне жайлап ұн себелеп тұрып, оқтаумен жазып аламыз. Осылай 3 жерінен пышақпен тестім. Енді қызып тұрған табаға майымызды құйып, осылай шелпектерімізді пісіріп аламыз, 2 беті қызарғанша. Астын қатты отта қойдым. Міне осылай жұп-жұмсақ жеті шелпегім пісті. Бір жасағаннан шығады, жасап көріңіздер. Осындай жұп-жұмсақ, міне үзіп көрсетіп жатырмын сіздерге. Ал астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер.